Сәлеметсіздер, көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге көрсетейін деп отырған гүлімнің драцена гүлі, драцена деп аталады. Міне осындай 3 ашалысын алдым. Енді қараңыздар, негізі драцена гүл магазиннен таңдағанда осындай 3 ашалысын алыңыздар желательно, себебі мына орта кусттан мынандай большой не шығады, мынандай қалыңдап әдемі болып шығады. Мынандай жақсы болып шығады. Екі ашалысын алуға болады, енді өздеріңіз қарайсыздар, бірақ ни в коем случае бір ашалысын алмаңыздар, мынандай бір ағашты ғана. Міне осындай әдемі жапырақтары келе жатыр, өзін әдемі көрсетіп жатыр. Енді осыны магазиннен кейінгі пересадкасымен тамырын сіздерге таныстырмақшымын. Қараңыздар, оның тамырын алып тастайық горшогын. Өзінен бір есе үлкен горшокқа отырғызамыз. Бұл горшок тұстарын ала тұрайық. Білесіздер, магазиннен келген гүлдердің барлығы негізі несіз келеді ғой, дренажсыз келеді ғой. Бірақ мен осындай үлкен гүлдердің барлығына дренаж салам. Оны жақсы білесіздер. Міне қараңыздар, өте жақсы. Бірақ глубины отырғызып жіберген және мынаның барлығы қатты құрғап қалған. Бұл негізі мен магазиннен алып жатқанда уже құрғап үлгерген етін топырағы ше. Мені білесіздер, жартылай суарылған алушы едім, бірақ бұлар стороны шығарып тастапты. Яғни магазиндерде өзі кішкене системалары бар. Сәл-сәл құтқару керек гүлдерді уже бірінші неге қояды, сәл бағаларын түсіріп бірінші стеллажға. Потом уже совсем жағдай түсіп жатса уценкамен қояды. Осындай драцена алдық. Драцена бұл куст, яғни ағаш, древесный болып осындай ағаш ретінде өсетін гүл. Өте күтімін жақсы жасасаңыздар, бұл да капризный гүлдердің қатарына жатпайды. Міне әбден тамыры деген қурап сөйтіп кеткен. Міне қараңыздар, тамыры осындай болады. Кәдімгі тал сияқты міне осылай өседі. Бірақ та мына өте үлкен болып әдемі болып өседі. Мен просто мынаны үйге алып келе жатқан кезде мына жапырағын сындырып алдым. Міне осылай отырғызу барысында өзінің горшогынан, қазір 1 минут, өзінің горшогынан бір размер үлкен горшок отырғызасыздар. Міне ішіне осындай 1/3 бөлігіне керамзит салдық, әдеттегідей және универсальный топыраққа отырғызамыз. Бұл да декоративный гүлдерге жатады және бұл гүлдемейді. Бұл да осылай фикус, бенджамин сияқты және басқа да осындай тал ретінде бонзай сияқты, сондай гүлдердің қатты глубина екпіндеп тұрмын. Сол үшін горшокты 3-ке бөлдім. 3/1 бөлігіне керамзит салдық және тағы да 1 бөлігіне міне осылай не салып жатырмын. Топырақ салып жатырмын. Қатты тереңдетіп отырғызым келіп тұрған жоқ, себебі тамыры өте аз екен. Енді мынандай драценаға тамыры кішкене аздау. Не осылай жан-жағына топырақты саласыздар әдеттегідей. Сосын кусоктан нелер болып жатса, топырақтар болып жатса, кішкене жібітіп салыңыздар. Міне қараңыздар, жан-жағының барлығына осылай топырақпен толтырып. Сосын сразу суаруға болады. Егер жаңағыдай алған кезде магазиннің топырағы өте қатты құрғап кеткен болған жағдайда, тамыры жаңа мен ұстап көрсем қатты неғып қапты, жаңағыдай қурап, былай айтқанда кішкене су сұрап не болып қапты. Кішкене былай бастырайық, себебі бұл ағаш ретінде өсіп тұратын гүл. Сондықтан қыздар кішкене дренаж қажет. Енді отырғызып жатқанда да дегенім ғой. Қазір сумен брызгать етіп, кәдімгі отстойный су неде тұрады. Отстойный міне қараңыздар, осылай. Так, обычно жаңа мына жерге дейін топырақпен жауып болған болатын. Мен аштым. Бұл енді өте жақсы көреді. Осылай талын ашық тұрғанын. Сосын күніге су сепкенді де жақсы көреді.
ылғалдылықты жақсы көреді, бірақ қатты емес. Күніне бір рет пульверизаторларыңызбен су сепкілеп тұрыңыздар. Одан бөлек аптасына 2-3 рет суарыңыздар. Егер горшок осындай кішкентай, кусты осындай кішкентай болатын болса драценаңыздың, ал егер үлкен драцена және горшок үлкен болатын болса, аптасына 1, максимально 2 рет қана суарасыздар. Ары қарай тағы да күтімімен несін айтам сіздерге. Жағдайын қалай болып жатқанын, өскенін, барлығын сіздерге көрсетіп отырамын. Кімде драцена бар болса, пікірлеріңізді қалдыра өтіңіздер, сіздер қалай өсіресіздер және қандай горшокқа отырғызасыздар, және де бұның көбейту жолын қалай жасайсыздар. Себебі менде бұл сәл өскеннен кейін ала бұйырса бұны отырғызамын көшетпен. Яғни көшетпен болғанда атроскамен ғой, мына жерден атроскамен қалай жасайтынымызды көреміз. Негізі мына жақтардан побег беру керек, егер жағдай жақсы болса. Негізі бұл гүл көбінде бұл осындай тал жағынан побег бермейді қыздар. Міне айттым, суарылуын айттым, қанша рет екенін, тура менкінде болған болса, үлкен болған болса тағы да айттым. Сеуіп тұрасыздар суды, ылғалдылық жақсы көреді, сосын күннің көзі тіке түсетін жерге қоя берсеңіздер болады. Бірақ та күн қатты түсіп тұрған кезде, бір күн түсіп, сәл аудау деген кезде, жарығы қалған кезде, күннің сол кезде уже сразу су себіңіздер. Қатты дыңқылда неғып кетпесін, сухой болып кетпесін. Сол драцен ұнаса, видео ұнаса, пересадка жасаған сіздерге де осылай ыңғайлы болса, менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.